Саламатсыздар ма? Ұжымдары біздің мынау көшбасшыларымыз, біздің команда, қалып жағдайларыңыз жақсы ма? Менде біраз бір өзімдегі болған өзгерістерді айтайын деп едім. Менде өзгеріс көп нәрседен аллерген бар еді. Мысалы, қолдарыма, құлағыма бір бөжейтері тақсам аллерген болатын, таға алмайтын жас кезімнен. Осы күнде соны бір байқап қалдым. Кеше бір осы 2-3 күн бұрын қолыма бір сағат тағып едім, простой. Жоқ, аллерге берген жоқ. Одан мен постоянно кір сабын қолданам, ешқандай арақ сабын қолданамаймын. Қолдансам аллерге болады. Қолымды да арақ сабымен жуа алмайтынмын. Сұйық сабын ештеңке. Аллерген бар тұғын. Оным да кетті. Мен соған андай таңырқап та, қуанып та, өзім сенімсіздік қылып біраз күннен бер әлі көрейін, тағы көрейін деп біраз көрдім. Жоқ, кетті. Кәдімгідей менде аллергия жоқ қазір. Көп нәрседен аллерген бар еді, шампуннан да аллерген бар еді, жоқ. Бәрі кетіп жатыр. Құдайдың мұнысына шүкір. Алла тоба деп айтам. Екінші, өнен кейін жаңағы менде жүрегім қатты ауыратын. Жүрегімде тарсыл бар тұғын. Ентікпе бар тұғын. Сәл жүрсем ентігемін. Сәл қызығып бір тамақ жеп қалсам, жақпаса жүрегім тарсылдап кететін. Осының бәрінен құтылдым. Құдайдың мұнысына шүкір. Негізінде бұл витаминдердің пайдасы көп екен. Мен қанша баттар іштім, осының бәрінен құтыламын деп, қаншама компанияға тіркелдім, қаншама дәрумен іштім, баттар іштім. Ешқайсысы маған жәрдем берген жоқ тұғын. Сәл-сәл жеңілдейді, бірақ мынандай болған жоқ. Құдайдың мұнысына шүкір деп, қуана қазір сіздерге өзімнен алған отзывымды айтып тұрмын. Мен алдымдағы спонсорларыма рахмет айтпақшымын. Руслан мырзаға, Райхан ханымға, Махаббат ханымға көптен көп рахмет сіздерге, осы командаға мені тіркегендеріңізге, совет бергендеріңізге, осыған шақырғандарыңызға көптен көп рахмет.